Сәлем достар, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін өте жұмсақ 15 минутта дайын болатын жеті шелпек нанын пісіреміз. Өте жұмсақ болады. Жұма күндері асығып тұрған кезде жасасаңыздар болады. Менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Тағы да көп рецепттер болады каналымда. Ең алдыменен сүтімізді құйып аламыз. 1 шай қасық тұз, 4 шай қасық қант саламыз. Және 1 шай қасық ас содасы немесе разрыхитель салсаңыз да болады. Бір жұмыртқа саламыз. Және 4 ас қасық майонез немесе сметана саламыз, қаймақ. Ас содасының дәмін шығармайды, қорықпаңыздар. Себебі қаймақ оның дәмін өзіне тартып алады. Және жылы су құямыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз, өте жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды шамамен саласыздар. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан нақты өлшемін айтпадым. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ қылып илейміз және 7 бөлікке бөліп аламыз. Жұқа етіп қызып тұрған майға қуырып аламыз. Майымыз жақсы қызуы тиіс. Екі жағы қызартып беріп аламыз. Міне нандарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болады. Жұма қабыл болсын.